қазақтың кең даласын жайлаған қазақ халқының ұлт болуында ұлы тұлға, темірқазық болған тұлға ол ұлы Абай. Өйткені ұлы Абай рулық, тайпалық деңгейдегі ойлаған адам емес, қалың елім, қазағым, қайран жұртым деген адам. Сондықтан ұлттың ұлы мақсаттарын белгілеп кеткен, ұлттың жолын анықтап кеткен бір тұлға болатын болса, 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың басындағы ол Абай деп айтамыз. Абай қазақтың руханиятындағы орны бұл орталық тұлға деп тануымыз керек. Қазақтың жаңағы діни руханиятқа да көзқарасын айқындаған Абай деп айтар едік. Өйткені оқу білімді бірінші кезекке қойып кетті ол кісі. Қазақ халқын жаңағы осы озық дамыған елдердің қандай шаруашылық жүргізіп жатқанына қарай, соған орай қазаққа да кәсіп керек. Кәсіп қылғаны, еңбек қылған адам ол қоғам да, ол адам да жаңағы бай қуатты тұрмыс кешетінін көрсетіп кеткен Абай болатын. Сондықтан Абай тұлғасы әр заманда өзінің жаңа қырларынан, жаңа бір ғибратты жағынан ашыла береді. Әр ұрпақ Абайды жаңаша тани түседі. Бұл тұлғаның сондай жаңа тереңдігі өзі айтады ғой, мұңмен жалғыз алыстым, күнә қойма деп. Сондықтан жаңа қазақты надандықтан жаңағы жарыққа шақырған, өнер мен білімге шақырған бірден бір тұлға, ұлттың ұлысы, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуында өлшеусіз қызмет атқарған тұлға ол Абай деп білеміз.